Тарихқа көз жүгіртер болсақ, Мақтаарал ауданы Жетісай қаласындағы Тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің іргетасы алғаш рет 1991 жылы қаланды. Мектепке Альбисенов есімі берілді. Самсаева Гүлзира Балмаханқызы мектебіміздің негізін қалаған басшы. Самсаева Гүлзира апай мектеп директоры ретінде білім саласында ұзақ жылдар бойы еңбек сіңірген кемеңгер ұстаз. 1998 жылы мектебіміздің директор ретінде Шырым Пірімбеков тағайындалды. Шырым Пірімбеков мектебіміздің ауданға, облысқа, республикада жоғарғы көрсеткіштер көрсетіп, жетістіктерге жеткізді. 2007-2008 оқу жылында Тұран мектеп-гимназия статусын алдық. Білім ордасының өсіп өркендеуіне, гүлденуіне, оның толағай табыстарға жетуіне үлес қосып, ерекше іскерлігі мен танымал болған ұлағатты ардагер ұстаз. 2012 жылдан бастап Тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесін Қалжанова Гүлсара Мырзаханқызы басқарып келеді. Мектепті әділетті тұрғыдан басқаруды, мұғалімдердің іс тәжірибесіне құрметпен қарауды, оқушылардың сапалы білім мен тәрбие алу үшін жағдайлар жасауды өзінің басты ұстанымы етіп алған. Мектеп басшысы білім беру саласындағы ерекше еңбек үшін Қазақстан Республикасының Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталды. Мақтаарал ауданының білім бөлімінің атынан бірнеше алғыс хатпен марапатталды. Республикалық абай оқуларының ән жыр байқауына белсенді түрде қатысқаны үшін алғыс хатпен марапатталды. Қазіргі таңда мектепте 1208 оқушы білім алады. Білікті де білімді ұрпақ тәрбиелеуде 133-ке жуық мұғалім қызмет етеді. 24 мұғалім жоғары санатты, 42 мұғалім бірінші санатты, 41 мұғалім екінші санатты. Мектептің тақырыбы оқытудың жаңашыл әдіс тәсілдерін қолдану негізінде оқу тәрбие процесін жетілдіре отырып, өмір сүруге дайын, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. Ақпараттық технология бойынша кабинет талапқа сай жабдықталған. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға мұғалім. Мектеп ұжымының іс-әрекеті деңгейлік бағдарламаның 7 модульдік интеграциялауды үйренуге бағытталған. Бүгінге дейін бірнеше мұғалім деңгейлік оқуды бітіріп келді. Оларды тың дүниелермен қаруланған деуге болады. Осылайша мектебімізде жаңа жұмыстар қолға алынуда. Жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру ісінде қажымай, талмай еңбек етіп келе жатқан ұстаздар қауымының еңбектегі жетістіктері шәкірттердің оқуға деген құлшыныстарынан білуге болады. Мектеп ұжымы түрлі жарыстар мен байқауларға қатысып, жүлделі орындармен марапатталды. Ұстаз мәртебесі, оқушы жетістігі, талай шәкірттеріміз білім додасына қатысып, қалалық, облыстық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болған шәкірттерімізді мақтанышпен айта аламыз. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы деген Ғафу Қайырбековтың өлең жолдарын оқығанда әр ұстаз өзін бақытты сезінері хақ. Сөз соңында айтарымыз, еліміздің болашағын жарқын ететін білімді ұрпақ дайындауда білікті көшбасшысы бола білейік.